Қалдарыңыз қалай ағайын, амансыздар ма? Кеште байланысқа шығып жатқан жайыңыз бар. Байқасаңыздар көп сториста жоқпыз. Кішкене жұмыста өзгерістер болып, қолымыз тимей жатыр. Мүлдем сторисқа шығуға. 24/7 жұмыстамыз, жүріп жатырмыз. Кеште магазинге баратқан жайымыз бар. Алматыға көктем келді, ағайын, көктем, Алматыға көктем. Бәрі керемет, бәрі ғажап. Ауырмаңыздар. Түнделетіп жолға шығып, таң ата Алматыға жетіп алдым. Эфирге бара жатырмыз, біз уже дайынбыз. Боянып, шашымызға укладка істеп. Алматыда көктем күшті болып тұр. Прямо мынау тіршілік енді боянып, көктемнің атмосферасы болып жатыр. Солай, весенний болып жатыр. Солай. Қайырлы күн баршаларыңызға, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, ал біз эфирге дайынбыз. Мендегі бүгінгі образ Карла Микс дүкенімен. Образым үстінде көйлегім өте сапасы өте жақсы, жүруге отыруға ыңғайлы, және де өзімнің табиғатыма сай нәзік. Көктем күнде шуақты образ деп айтар едім. Қазір дүкеннің сілтемесін астына қалдырып кетем, кіріп өздеріңізге әртүрлі образда таңдап тапсырыс берсеңіздер болады. Ал бізге сәттілік. Біраздан бері мынау өте жегім келіп жүрген. Қайраны көк. Прикольно. Маған дәмі өтті. Шаймен жегім күшті. Әр сенбі күні қосылу жобасы 6 қатысушысы өз өнерін көрсетіп жатыр. Мен де қатыспайды емес, қатысамын. Алдыңғы апта, келер апта көретін боласыздар. Менің өнерімді сол үшін маған қолдау көрсетіп отырыңыздар. Негізі мен ойлаған едім, сол жобада біріміздің басымыз піспейтін, пікіріміз келмейтін, сөзге келіп қала беретін Шолпан екеуміз ғой, екеумізді бір сенбіге қояма деп, оны өткен сенбіге қойыпты. Негізі мен сол қатысушылардың арасында тек Шолпанды ғана өзіме конкурент санаған болатынмын. Қызық болатын шығар деп те ойлаған едім бірге түскен кезде. Сөйтсем олай болмады, ол сенбіде өз өнерін көрсеткен кезде до конца көрсетпей әйтеуір сайыстың берекесін кетіріп тырнағасынан кіріз деп тастап кеткен екен. Сол енді білмеймін кімде ниет қалай болды, әйтеуір жеңілдерін жеңіліп алып просмотрларға мәз болып отыр ғой. Ойлаймын, ниетің түзу болса, жақсы дайындалсаң, енді любой тірлік, любой нәрсе, любой дүние өзінің жемісін. Енемнің болмағанына кейбір кездер қатты қуанамын. Қандай кезде десеңіздер, мысалы қазіргідей үйге келдім, үйде ешкім жоқ, үй шашылып жатыр, киімдер шашылып жатыр. И холодильникте тамақ жоқ, менің қарным аш. Мен не істеймін? Тісімді тазалаймын да, киімді ауыстырамын да, жатып ұйықтаймын. Қарным аш болар, азына тұрып қайта аш қаранға жеп аламын деймін. Ал енең болса қайтесің, үйге келесің, үй жинайсың, оларға тамақ дайындайсың, еще олардың фазмұшат еткен дүниесін тыңдайсың. Есіме түссе, Құдайға шүкір деймін, что менің қазір енем жоқ екеніне. Сосын деп ұйықтайсың өйстіп. Бұрында негізі қызыма 8 айлық болғанша мен жұмыс істегенмін ғой. Екіқабаттың қыстың күні жұмысқа барып келемін, үйде менен басқа енем, абысыным, қайынсіңлім отырады, үшеуіме күтіп отыратын ғой. Түн сағат 10-да келсем де, 10-да келіп тамақ істеп үй жинайтын едім ғой. Сондай өмір болған. Достар, қайырлы таң, қалайсыздар? Көңіл-күй керемет болып тұр. Менде бүгін ерте оянсам да кеш ұйықтадым сонда да. Бірақ кеше маған қолдаушыларым ба білмеймін енді кім жібергенін, бірақ осындай күшті керемет білдіріп жіберіпті түннің ортасында. Сонымен көңіл-күйім көтеріліп тұр. Негізі осындай розаны жақсы көремін. Нежели андай үлкен қызыл розалардан көрі. И кофе демдеп алып, осыны ішіп, ойлап тұрмын бүгін бір продуктивный, эффективный, сондай керемет күн болады деп стористе болыңыздар. Бәрін салып отырамын, иә? Құттықтадыңыз. Әрине, өзімнің жақындарымды
бірінші орында құттықтадым. түсінікті, күшті. Енді үйге келдім, сөйтіп келіп стористі қарасам ар жақта біреулер білмеймін өзінен өзі маған қарай тиісіп жатыр екен да. Негізі мен өздігімнен ешқашан да біреуге тиіспеймін, бірақ та өздері бірінші осылай тиісіп алады да, кейін жауабын естіген кезде өздері білмеймін шыдай алмай кетеді да. Сол негізі сөйтіп сыңарым екеуміз бар тамақтанып үйге келіп шай ішейін деп тағы да отырсақ осындай стористерді көріп қалдым, маған подписчиктерім жіберді да. Сол енді айтарым, әлі басталмай жатқан жарысқа мен соперница көрмейтінен бір нәрсе деп, әлі ол адам жеңе ма, жеңбей ма, оны Құдай біледі да. Көреміз енді осы аптада қатты мықтылығын. Сол көрейікші алдағы